Сәлем достар, біз бүгін ажурный, узорный блинчик жасайтын боламыз. Ерекше, дәмі де, жасалуы да ерекше. Алдымен біз жұмыртқаларымызды жарып аламыз. 3 жұмыртқа бізге қажет. Жұмыртқаларымызды жарып болғасын, үстіне шекер саламыз. 50 грамдай шекер жарайды. Шекер салып, және де оның үстіне 100 грамдай шемешкі май құйдық. Сонымен қатар 200 грамм сүт. Осылардың барлығын миксермен жақсылап араластырып шығамыз. Қоспаларымызды миксермен жақсылап араластырып шықтық. Енді осы блинчиктің қоспасының үстіне қайнап тұрған ыссы судан 300 грамдай құямыз. Біздің блинчиктеріміз ажурный болу үшін осылай ыссы су құю керек, міндетті түрде. Суымызды құйып алдық, тағы да араластырып жіберіп. Енді біз онымен разрыхитель салатын боламыз. Онымен разрыхительді міндетті түрде електен өткізу керек. «200 грамм ұн, 1 шай қасық разрыхитель». Осылардың бәрін електен өткізіп қостық қоспамызға. Және де тағы да миксермен араластырып шығамыз. Оның ешқандай қоспаның ішінде ешқандай ұнның қалмау керек, комок болмау керек, ешқандай. Барлығы араласып кету керек, жақсылап араластырып аламыз. Біздің блинчик жасайтын қоспамыз негізінен дайын болды. Сұйық та емес, мықты, қатты қою да емес, осындай қоспамыз дайын болды. Енді біз узор салуымыз керек болады. Ол үшін бөлек ыдысқа 2 шай қасық какао салып аламыз. Осы какаоның үстіне блинчиктің қоспасынан шамалы құйып, какаоның комок қалмайтындай қылып, жақсылап араластырып шығу керек. Міне біз жақсылап бәрін араластырып алдық. Міне біздің какаомыз дайын, араластырып алдық. Бұл қоюлау әлде, біз осының үстіне тағы да қоспамыздан құямыз сұйыту үшін. Осы қоспамызды біз осының кондитерский мешокқа құйып аламыз. Кондитерский мешокқа құйып, табаны қыздырып алып, сковородкамызды қыздырып алып, өзіміз қалаған узорды осылай салып шығамыз. Өзіңіз қалаған узорды салуыңызға болады. Бұл жерде осы какао қосылған қоспамыз сәл қатқаннан кейін үстіне біз основной қоспаны құйып шығамыз. Екі жағын аударыстырып, осылай бәрін пісіріп шығамыз. Міне узорларды өздеріңіз қалаған үлгіде жазуларыңызға болады. Какао қосылған қоспа қатпай тұрып, үстіне сразу құйып жіберуге болмайды, өйткені ол ағып кетеді, сәл қатып дегду керек. Міне осындай біздің әдемі блинчиктеріміз шығып жатыр.
Осылай барлық блинчиктерімізді пісіріп аламыз. Міне біздің блинчиктеріміз дайын болды. Осындай бір жағынан әдемі, әрі жеп қарағанда какаоның дәмі ерекше бөлек дәм беріп тұр. Үстінен бір түрлі шоколад құйған ұқсап тұр. Бұл шын мәнінде шоколад емес, какао. Осылай істеп көрсеңіздер болады сіздерде. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне сгущенкаға батырып жеп жатырмыз, немесе сгущенканы арасына жақсаңыздар да болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер де осылай үйде істеп көріңіздер. Өте дәмді болады. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.